Айдана ханым, енді ютубпен айналыспайсыз ба? Ютубты қойып Қытаймен бизнесті бастап кеттіңіз бе деген сұрақтар күн санап артуда. Қытайға баруымдағы алғашқы себеп электроника болған. Бірақ өндірістің қызып жатқан ортасы болғандықтан кез келген дүниеге көзің түсері сөзсіз. Ютубты тастамаймын десе де 10 берекенің 9-ы саудада деген. Осы электроника саласындағы сауданы бастағым келіп қайтқаны рас. Байқасаңыздар, кезінде айына 4 поток шәкірт оқытатынмын. Қазір бір потоктың өзі сұраныспен ашылып жүр. Менен оққан шәкірттерім біледі, 10 күн бойы кері байланыста білім берудің қандай екенін. Неше түрлі YouTube курс оқып келген адамның өзі таң қалады. Қаншама білім, қаншама дүние үйрендім деп. Курс барысында әрбір шәкіртіме жеке нишаға разбор жасаймыз. Курс соңына каналдарына жеке разбор жасалынады. Кейін монетизацияларын тексеріп қосып, AdSense ошибкаларын реттеп, налогтарын толтырып, карточкаларын жалғау да бар. Бұның бәрі оңай шаруа емес, бір курс аясындағы дүние. Дәл ертең 13 мамыр күні YouTube курсқа 24 айға бөліп төлеу басталады. 15 мамыр күні сабақ басталып кетеді. Бұдан кейін дәл осындай курс қашан болары белгісіз. Өзімен кері байланыста білім алам десеңіз, ертеңгі стористі жіберіп алмаңыз. Ал серіктестік жөнінде менің осы актуальныйындағы стористарды көріп, кейбір қалалардан серіктестік орнатуға мүмкіншіліктеріңіз бар. Бірінші YouTube үйреніп, екінші серіктес болыңыз.